Қазір бізде қазақ тіл сабағы. Оқушылар оқулықтарының 46-шы бетін ашып, сабаққа дайындалайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы зат есім. Біз бұған дейінгі өткен зат есімдерді тағы да жалғастырып, сөйлемнен зат есімді табуды, дерек көздерден қажетті мәліметтерді табуды үйренетін боласыңдар. Ендеше жұмыстарыңа сәттілік. Балалар, қанекей ережелерді қайталап өтейік. Зат есім дегеніміз не еді? Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздер. Олардың сұрақтары кім-кімдер, не-нелер. Адамға қатысты сөздерге біз кім-кімдер деген сұрақтар қоямыз. Ал қалған заттарға, жануарларға не-нелер деген сұрақтарды ғана қояды екенбіз. Осы ережелерді есіңе сақтап ал. Енді әрі қарай оқулықпен жұмыстар жасайық. 46-шы беттегі 14-ші жаттығу жазбаша түрде орындалады. Онда тыйым сөздер берілген. Сол тыйым сөздерді көшіріп жазып, не, кім деген сұрақтарға, нелер, кімдер деген сұрақтарға жауап беретін сөздер болса, астын қара қарындашпен сызып қой. Көркем, әдемі, қатесіз жазуға тырыс. Келесі тапсырма 17-ші жаттығу. Өлеңді жаттап ал дейді. Бұны біз ауызша қазір талдайық. Аналарымыз бесікке бөпені жатқызғаннан кейін осы өлеңді айтады екен. Әлдей бөпешім, әлпеш дейін көкешім, тербе дейін жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Осы өлеңді жаттап алыңдар. Және ішіндегі зат есімдерді тауып көрейік. Әлдей бөпешім. Кім? Бөпешім. Әлпеш дейін көкешім. Кім? Көкешім. Тербе дейін жата ғой. Бұл жерде жоқ зат есім. Тәтті ұйқыға бата ғой. Бұл жерде де зат есім жоқ. Ендеше зат есім бұл жерде бөпешім, көкешім деп кішкентай сәбиге арналған сөздер екен. Өлеңді жаттап алыңдар. Келесі жазбаша жұмыс 16-шы жаттығу. Балалар, мәтінді оқып алайық. Және кім, не сұрағына жауап беретін сөздерді бөлек-бөлек жазасыңдар. Бесік қасиетті мүлік. Жаңа туған сәбиді бесікке бөлейді. Осы кезде бесік жыры айтылады. Кім? Сәби туралы айтылып жатыр. Зат есім. Және не? Бесік, мүлік, не? Бесік жыры. Осы сөздерді дәптерге көшіріп жазыңдар. Ал келесі тапсырма бұл сендерге арналады. 15-ші жаттығудағы суретке қараңдар. Бесікке салу рәсімі туралы не білесің? Үлкендермен үйдегі сұрастырып, болмаса ғаламтордан іздеп, үйде энциклопедия кітаптарын болса қарап, осы бесікке салу туралы шағын әңгіме құрастырып жазып келіңдер. Неге балалар, сабағымыз аяқталды. Егер сабаққа түсінікті болса бәрі, дәптердің шетіне жасыл белгі қоясыңдар. Егер қиын болса, онда сары. Ал мүлдем түсінбесең, онда міндетті түрде сұрап алу керек. Жұмыстарыңа сәттілік, сау болыңдар.